Сұлы. Бұл дақыл диеталық өнім болып саналғанымен айтарлықтай құнарлы. Сұлының құрамында ас қорытуда және зат алмасуға қатысатын пантенетті қышқыл көп. Сұлының пайдасы оның бай құрамымен байланысты. Бұл дақылда салмақты қалыптандыратын, қандағы холестерин құрамын қажетті деңгейде ұстап тұратын, тамырларды артеросклерозды түйіндерден тазалайтын көптеген пайдалы заттар бар. Бұлар ВФАЕ, крахмал, көмірсулар, ақуыздар, майлар, ферменттер, амин қышқылдары, минералды тұздар, эфир майы және қант. Сонымен қатар құрамында микроэлементтердің бірегей жиынтығы бар. Олар хром, цинк, кремний, калий, мыс, селен, бор, вольфрам, йод, қалайы, титан, стронций, цирконий және марганец. Сұлы бүкіл ағзаны нығайтатын қасиетке ие және қан құрамындағы қант деңгейін азайтады, холестеринді түсіруге әсер етеді. Асқазан ішек жолының қызметіне де оң әсер етеді, іш қатумен күреседі, жүйке жүйесін нығайтады. Сұлыдан әртүрлі ботқалар және де теріні тазалайтын косметикалық зат және де дертке дауа болатын тұнбалар дайындауға болады. Сұлы шөбінен дайындалған тұнба зәр жолындағы дерт, іштің желденуі, әлсіреу, жұмыстан шаршап қалжырау және ұйқысыздықта пайдалы. 2 стақан сұлы дәніне 5 стақан қайнаған су құйып 2 минут қайнатады. Жарты сағат суытқан соң сүзгіден өткізеді. Қайнатпаны 2 ай бойы күніне 3 рет ас ішерден жарты сағат бұрын ішеді. 1 ай үзіліс жасап емді қайта жалғастырады. Бұл қайнатпаны бүйрек ауырғанда, дене ісінгенде, асқазанның ою жарасы және аш ішектерді мен жүйке қызметі бұзылғанда пайдасы мол.